Нұр-Сұлтан қаласында туризмді дамыту сұрақтары бойынша 2019 жылы бізде үлкен жетістіктерге толы болды. 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласы ИКА ассоциациясының мүшесі болып тіркелді. Ол дүниежүзілік конференция және конгресстердің ассоциациясы. Және де ол ассоциацияның 221 орында тұрды қазіргі уақытта. Және де 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласы Біріккен ұлттар ұйымының туристік ассоциациясының мүшесі болып тіркелді. Және де сол 2019 жылы біз сол Біріккен ұлттар ұйымының туристік ассоциациясының осында конференциясын өткіздік үлкен. Ол конференцияға ассоциацияның басшысы қатысты, және де басқа шет ел қалаларының әкімдері және де қала басшылары келді. 20-дан астам қала қонақтары келді, шет ел қонақтары келді. Және де бізге қазіргі таңда туристерді осында қалада оңай жүріп тұруына арналған бірнеше бізде бағдарламалар жүріп жатыр. Ол біріншіден City Pass. City Pass ол туристік карта болып келеді. Ол карта сіздерге біздің қаладағы мәдени объектілерге кіруге рұқсат береді, және де қаладағы туристік автобустармен жүруге рұқсат береді. Екіншіден, ол картаны біздің осы туристік ақпарат жерлерінде сатып алуға болады. Ол ақпарат жерлері Нұр-Сұлтан қаласының әуежайында, халықаралық әуежайында, және де Бәйтерек монументінің ішінде орналасқан. 2020 жыл туристік салаға өте ауыр тиді деп айтсам кем болмайды. Қазіргі таңда қалаға келетін туристердің саны 3 есе азайды. Өткені білесіздер, халықаралық әуежайлар жабық болды, және де халықаралық рейстер жабық болды, қонақтар осында келе алмады. Бірақ та пандемияның аясында біздің қонақ үйлер жаңадан науқандармен жұмыс істеп жатыр. Ол мысалға демалыс күні науқандары белгілі бір төлемге демалыс күні барып кез келген басты біздің қаланың қонақ үйлерінде демалсаңыздар болады. Және де енді 2021 жылы егерде барлығы пандемия жағдайы жақсы болса, біздің жоспарымыз бойынша қалада көптеген шаралар өткізбекшіміз. 2020-да өтпеген шаралардың барлығын 2021 жылға ауыстырылды. Оның бірі әскери көрме, кадексті өткізу 2021 жылы, және де техника және автомобильді көрме өткізу, автомеханика. Оны да 2021 жылы өткізбекшіміз. Және де осы жылы қазір туристерді шақыру мақсатында біздің қалада ұшу театры соғылмақшы. Және де ол театр сіздерге ұшу сезімін береді осы қаланың үстінде. Ол театрға арналған кинофильм түсірілді осы жылы. Қазіргі таңда ол кинофильм аяқталды. Келешекке тағы да жоспарлап отқан шараларымыз ол біздің Нұр-Сұлтан қаласы қазіргі таңда дүниежүзілік фильмдерді түсіруге қатысушы есебінде беріліп жатырмыз. Ол мысалға Голливудтық фильмдерді осы Нұр-Сұлтан қаласында келешекте түсіреді деген ойдамыз.